Елордада мұнай мен газ саласы қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған маңызды құжатқа қол қойылды. Мұнда мезгілінде жалақы алу, жұмыс уақытын реттеу мен демалысты дұрыс ұйымдастыру сияқты негізгі мәселелер қамтылған. 2014-2016 жылдарды қамтитын салалық келісім шартты Қазэнерджи қауымдастығы дайындап, үйлестіру кеңесіне қатысқан мұнай және газ министрлігі мен мұнай-газ сектор жұмысшыларының кәсіподақ ұйымдары назарына ұсынды. Құжат қабылданған жағдайда мұндағы міндеттердің орындалуын тараптар үш жақты қадағалауға алады. Жұмыстарды қорғайтын шарт. Бұл жаңағы айтып отырмыз мезгілінде жалақы алу біріншіден, екіншіден жұмыс уақытын дәлелдейді. Аптасына 40 сағат жұмыс істеу керек. Одан артық істесе қосымша төлемақы төлеу керек, тағда да басқа шаралар қолдану керек. Екіншіден демалыс мерзімін жыл сайын 24 күннен кем емес демалыс беру керек. Арман қарай алатын болсақ, мынау қауіпсіздік жұмыс орындары осы мәселелерді шешеді. Енді мына қалайда болса адам баласы ауырады. Осы кездегі жаңағы төлем ақыларын да дәлелдеп береді.